Бұл не деген сөз? Мысалы жастар кімнен үлгі алады? Өзінің ұстазынан үлгі алады, иә? Жастар ол мектептегі мұғалімнен үлгі алады. Жастар өзінің жақсы көретін бір кумирі дейді ғой, орысша кумирі болады. Әрі әлеуметтік желінің дамуына байланысты, кейбір белгісіз топтардың, күмәнді діни топтардың әрекет етуіне байланысты сіздер өздеріңізді білмей қалуларыңыз мүмкін. Мысалы статусқа бірдеңе қойып діни мағлұмат немесе тағы біреудің айтқанын салып қойып, осы ораза айында, рамазан айында көбірек кездеседі. Мектепте қаншама жастарымыз, балаларымыз ақылды, сол жақтан білім алды, білім деп айта алмайсың, ақпарат алып, елге оралды да сол ілімдердің идеологиясын өзгерте тарта бастады. Бірақ нәтижесі біз күткендей болған жоқ. Кері әсерін тигізе бастады. Дұрыс идеологияны қабылдағаннан кейін, дұрыс емес бір көзқарас пайда болғаннан кейін, қаншама мықты үміт беріп келе жатқан спортсмендеріміз, балаларымыз спортты да тастап кетті. Мәселен, қаншама балалар дзюдоны тастап кетті. Ол жерде себебі сәлем береді олар. Сәлем бергенімізде ол жаңағыдай ширк болады, яғни Аллаға серік қосу болады деген ойда болғаннан кейін қаншамасы тастап кетті. Балаларын мешітке жіберді, балалар намаз оқи бастады, қуанды. Бетімен жүрген жоқ, темекі шекпейді, арақ ішпейді деді, болды. Ал ол баласы мешітке барып жүр ме? Кімнен ол білім алып жүр? Имамдармен қарым-қатынасы бар ма? Мешіттің ұстаздарынан сабақ алып жүр ма деген ешқандай сұрақ қоймады.